Все, запись басталды, енді бастай берсек болады. Негізі оңай сұрақтар келіп жатыр. Енді білмеймін, именно менің нұсқа талдауымда келген кезде ма, оқушылар прям барлық сұрақтарға сразу жауап беріп отырасыңдар ғой, бірақ негізі оңай сұрақтар келіп жатыр да. Бірақ осыдан да енді білмей қалатындар бар енді. Кеттік, көрейік. Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс қамтыған аумақ территориясын сұрап тұр. Негізі кітапта осы Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтеріліс бізде Сырдария өзенінің бойымен Арал теңізі маңы деп жазылған. Енді бізде Сырдария өзені Арал маңы жалпы Қазақстанның оңтүстігі болғандықтан бұл жерде оңтүстік Қазақстан дейді. Сондықтан да вариантта тек қана үшінші тұрған оңтүстік Қазақстан деген ғана келіп тұр. Сондықтан да осы оңтүстік Қазақстан деген жауапты белгілейміз оқушылар. Басқа біреудің демонстрация экраны қосылып қалды ау деймін. Енді өшті. Дальше жалғастыра берейік. Бөкей Ордасында мысалға, Еділ мен Жайық аралығында бізде 1836-38 жылдары көтеріліс болды. Бізде қазір көтерілістерді территориямен сәйкестендіру деген сұрақтар тоже келіп отыр. Сол үшін Бөкей Ордасы бұл Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліс екенін ұмытпаңыздар. Запись сақталады. Жетісу мен Солтүстік Қазақстанда енді нақты именно осы жерлерде қамтылған 19 ғасырда көтеріліс болған жоқ. Но зато Жетісу мен Солтүстік Қазақстан, яғни Ақмола облыстарында бізде 1916 жылы көтеріліс болған болатын. Бұл жерде дұрыс жауабы оңтүстік Қазақстан болады. Кенесарының қайнатасы болып келеді. Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістің оқиғаларды хронологиялық реттілігімен орналастыру керек. Өзі Есет Көтібарұлына байланысты сұрақ көп емес. Өйткені в основном Ата-Мұра баспасынан алынады сұрақтар, и ол жерде Есет Батырға байланысты там информация бір абзацтай ғана. Ол міне, негізгі оқиғалар осы. Жем өзенінің бойында патша әскерлеріне тұтқиылдан шабуыл жасаған жыл, бұл бізде 1847 жыл. Елек бекінісіне шабуыл жасаған жыл 1838 жыл. Ал Ресеймен бейбіт қарым-қатынас орнатқан жыл 1858 жыл. Жалпы көтеріліс сонда негізі Ресейге қарсы жүргізіледі 38 пен 58 жылдар аралығында ровно 20 жыл. Сонда если хронологиялық реттілігімен қойсақ 2, 1, 3 деген вариант дұрыс болады екен. Мынау Жем өзенінде бойындағы патша әскеріне соққы берген өңір. Мынау өзенді Жем немесе Ембі деп келуі мүмкін. Ембі, Жем, екеуі бір, разница жоқ. Елек бекінісі бізде мына жерде орналасқан. Бұл сұрақтың жауабы сонда 2, 1, 3 болады екен. Келесі сұрақ. Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтерілісті оқиғаларды хронологиялық реттілігімен орналастыру керек. Тура кімдікіндей, Есеттігіндей. Қызылқұм ішіндегі Жанқожа Батырдың ауылын қоршап алған жыл ол 1860 жыл. Дәл осы жылы еще Жанқожа Нұрмұхамедұлыны өлтіріп кетеді патша әскерлері. Бұның өлімін Лаутара Мейер деген кісі еще суреттеп береді, әдемілеп тұрып. Кинодағыдай қылып. Жазалаушы әскер мен көтерілісшілер арасындағы шешуші шайқас 1857 жылы. Шайқастың аты Арық балық шайқасы. Өйткені Арық балық деген шатқалда болады бұл шайқас. Қазалы қамалын қоршауға алған жыл көтерілісшілердің 1856 жыл екен. Ал Хиуа бекінісі жаңа қаланы басып алған жыл 1847 жыл. Сонда хронология бойынша 4, 3, 2, 1 деген жауап дұрыс болады екен. Если карта бетіне түсіретін болсақ, ең басында Сырдарияның сол жағалауындағы қазір Өзбекстан жерінде бұрын Хиуа хандығының территориясы болған болатын. Осы жердегі Б деп қоямыз, Ж деп қоямыз, 2 бекініс басып алынады. Бесқала бекінісі 36 жылы, жаңа қала бекінісі 1847 жылы. Кейін осы неге Сырдария өзені бойында орыстардың Қазалы деген қамал салынады. Енді Жанқожа хиуалықтармен барлық әскерлерін талқандап, хиуалықтар жеңгеннен кейін орыстардың Қазалы бекінісінде 56 жыл қоршап алады екен.
жазалаушы әскер мен кімдердің арасындағы шешуші шайқас мына жерде өтілді, Арықбалық шайқасы. Арал теңізінің оңтүстік бөлігінде, оңтүстік шығыс бөлігінде Арықбалық дейміз. И өзінің ауылы тоже осы Сырдар өзенінің аймағында 1860 жылы жазалаушы әскер жіберіліп қайтыс болады екен. Келесі сұрақ. Есеп Батырға қатысты дұрыс дәйекті белгілеңіз дейді. 4 дәйек бар, 4 ақпараттың ішінде біреуі ғана дұрыс. Арықбалық шатқалында жазалаушы әскермен шешуші шайқасқа қатысты ма? Есеп Батыр. Жоқ, қатысқан жоқ. Өйткені Арықбалық шатқалындағы соғысқа бізде Жанқожа қатысты. 1847 жылы Елек бекінісіне шабуыл жасады деген. Енді Елек бекінісіне шабуыл жасады, бірақ 47 жылы емес, сол үшін сөйлем дұрыс құралмаған, бұл дұрыс болмайды. Ол Елек бекінісіне 1838-де десе, дұрыс болатын еді. Нұралы ханға қарсы көтеріліс ұйымдастырылған жоқ. Нұралы ханға көтерілісі бізде Сырым Датұлы көтерілісі жүргізіледі. Ырғыз уездік бастығының көмекшісі болып деген енді дұрыс. 1858-де Ресей үкіметі мен кімдер арасында, Есеп Батырдың арасында бейбіт келісім орнаған кезде, біріншіден Есеп Батырды түтін салығынан босатады, уже салық төлемейтін болады Есеп. И еще Ырғыз уездік Торғай облысындағы Ырғыз деген жердің бастығы етіп, өзінің бастығының көмекшісі етіп тағайындап қойды екен. Келесі сұрақ. Жанқожа Батыр шабуыл жасаған бекіністер. Ақмола, Семей, Тоқмақ, Бішкек, Жаңақала, Бесқала. Жаңа айттық, бұл Жаңақала, Бесқала екеуі де хиуалықтардың бекінісі. Бесқаланы 1838-де естілей. Жылдармен сәйкестендіріңіз десе, ойбай, 36-та деген. Жаңақаланы 1847-де. Мынау Мерке, Әулиеата, Шымкент, Түркістан деген қалалар оқушылар. 1864 жылы Ресейдің неге қарсы қоқандықтарға ұлы жүзге территориясына қарсы бағыттаған экспедициясы нәтижесінде басып алынатын қалалар, 64 жылы. Соның ішінде мынау үшеуі бөлек қатыгездікпен, Черняевтің экспедициясымен басып алынса, Меркі өзі берілді қарсылықсыз. Ал мынау Тоқмақ пен Бішкек Тентек төре тоже көтеріліс жасайды. Осы аймақта, бірақ ол 1821-де, 40 жыл бұрын. Тоже осы аймақта, дұрыс айтасың, 3 қаланың маңында, осы как раз кімдер орыстар қатыгездікпен басып алған қалаларда Тентек төре қоқандықтарға қарсы көтеріліс ұйымдастырады. Тоқмақ пен Бішкекті 1860 жылы Ресейдің қай несі басып алады? Циммерман деген. Циммерман келеді де осы екі қаланы басып алады екен. Ақмола, Семей деген ол вообще бекініс емес, бұл облыстар үлкен. Ташкентті 65 жылы басып алады. Осы экспедиция арқасында кейін бізде Түркістан генерал-губернаторлығы құрылады ғой. Қоқан хандығының басып алғаннан кейін Бұхарай, Хиуан басып алғаннан кейін. Келесі сұрақ, уже басқа тақырыпқа байланысты. Төтенше жалпы мұсылмандық съезд шақыртылған қала дейді. Бұл съезд оқушылар 1917 жылы қараша айында шақыртылады. Шақыртылған, бұл съезді шақыртқан кісінің есімі Мұстафа Шоқай деп аталынады. И бұны именно Қоқан қаласын шақыртқан екен. Бұл съездің шақыртудың мақсаты бар. Мақсаты түркі халықтарының өздерінің жеке автономиясын құру болды. Және де дәл осы съезде, 4-ші төтенше мұсылмандық съезде, Түркістан автономиясы құрылады. Түркістан автономиясы, немесе Түркістан мұхтарияты дейді. Алғашқы екі басшылары осы Мұстафа Шоқай мен Мұхамеджан Тынышпаев. Енді үкімет басшысы болып Мұхамеджан Тынышпаев сайланады, ал Мұстафа Шоқай оның орынбасары және сыртқы істер министрі болады. Автономияның территориясы бұл бұрынғы сол Түркістан генерал-губернаторлығының территориясы болды. То есть Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан мен Сырдария мен Жетісу облыстары Қазақстанға қарайтын. Келесі сұрақ. Түркістан автономиясының алғашқы басшыларының бірі дейді. Бұл жерде варианттарда тек қана Мұхамеджан Тынышпаев қана келеді. Мысалы, Әлихан Бөкейханов Түркістан автономиясы басшысы болған емес, ол Алаш партиясы мен Алаш автономиясы басшысы болған, оны барлығы біледі. Тұрар Рысқұлов бізде Ресей
Ресей Республикасының Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы деген қызметті атқарған. 30-30 жылдар, иә. Ахмет Байтұрсынұлы тоже алаш ісіне араласты. И если нақты қызметтерге келетін болсақ, мысалға, Қырғыз АКСР-ның халық комиссары, халық ағарту комиссары қызметін атқарған болатын. Халық ағарту дейміз. Типа ғылым министрі, иә, ағарту министрі. 1920-21 жылдары шамамен. Кеңестердің 4-ші өлкелік съезінде қарастырылған мәселе дейді. Қазақ АКСР-дің астанасы көп қой. Басында Қырғыз АКСР-дің астанасы Орынбор болды, потом Қызылордаға ауысты, Қызылордадан Алматыға ауысты. Осындай 3 қаласы болған. Енді қараңыздар, бізде мұсылмандық 4-ші өлкелік съезі бар, Түркістан өлкесінде, и кеңестердің деген бар. Бұл кеңестердің уже 1917 жылдың қаңтарында болады. 18 жылдың, то есть. Бұның мақсаты мынау 1917 жылы қарашада құрылған Түркістан автономиясының жариялануы орынсыз деп танылып, шешім қабылданып, бұларға қарсы қоғамдықтары қарсы әскер жіберілген. Большевиктер, қызылдар, иә, Ташкент қаласынан, деп қоямыз, Қоқан қаласына, Мұхамеджан Тынышпаев отырған, Мұстафа Шоқай отырған үкіметке қарсы әскер жібереді. Сөйтіп, осы Қоқан қаласын еще басып алады. Бұл жерде дұрыс варианты осы екінші вариант екен. Түркістан өлкесінің халық комиссарлары кеңес сайланды деген оқушылар. Бұл 3-ші съез болады. Бұл 3-ші съезде кеңестердің, солдат жұмысшылардың, қырғыз, мұсылман барлығы қатысатын общий съезд тоже 1917 жылдың қарашасында өткізіледі. Бұл съездің нәтижесінде осы Түркістан өлкесінің халық комиссарлары кеңесі сайланады. 14 адамнан тұратын. Бірақ не үшін бұған келіспей, потом тура сол бір аптадан кейін, тура сол қараша айында бізде кімдер Мұстафа Шоқай мен Мұхамеджан Тынышпаев өздерінің бөлек Түркістан өлкесін құрады. Түркістан автономиясын. Өйткені мынау 14 адам жергілікті халықтан бірде-бір адам сайланған жоқ билікке, барлығы да орыстардан сайланды. Сол үшін бұлармен келіспей Мұстафа Шоқай мен Мұхамеджан Тынышпаев бөлек үкіметін құрып алады. Түркістан АКСР құрылды деген ол уже кеңестердің Түркістан өлкелік 5-ші съезі болады. 5-ші съезінде нақты Түркістан АКСР 1918 жылдың сәуір айында құрылады екен. Мынау 4-ші қарулы көтеріліс ұйымдастыру туралы шешім қабылданды деген бұл қай партияның қай съезінде қабылданған шешім оқушылар? Кім біледі? Қарулы көтеріліс ұйымдастыру туралы шешім. Жоқ. 1917 жылы шілдеде болады. Лениннің қатысы бар бұл съезге. Бұл екі революциясының, мысалы қараңдар, 17 жылы шілде бұл ақпан революциясы мен қазан революциясының ортасы болып тұр, қақ ортасы. И значит, бұл неде? Съезде қарулы көтеріліс ұйымдастыру, именно қазан төңкерісін ұйымдастыру туралы шешім қабылданады. Большевиктер Ресей социал-демократиялық жұмысшылардың большевиктер партиясының 6-ші съезінде қабылданған дүние осы нәрсе екен. Қарулы көтеріліс ұйымдастыру, то есть қазан революциясын жоспарлау, пландау осы съезде болған екен. Келесі сұрақ. 1918 жылдың Түркістан аумағында большевиктердің жасаған әрекеті дейді. 1918 жылдың басында Түркістан аумағында именно қызылдар, большевиктер қандай әрекеттер жасады? Кеңестер құрды. Түркістан өлкесінің халық комиссарлары кеңесін сайлады. Қарулы көтеріліс ұйымдастыру туралы шешім қабылдады. Кеңестер таратылды. Давайте, достар. Большевиктер дейді. Большевиктер бұл кеңес үкіметі ғой. Не үшін олар кеңестерді олар таратады? Олар керісінше кеңестерді құрып бастайды. Потому что Ташкенттегі кімдер?
большевиктер қоқандықтарды басып алды да, и осы Қоқан қаласында, и жалпы мына Түркістан аймағында жаңадан кеңестер құра бастайды. Дұрыс жауабы А варианты болады. Кеңестер құрды. Келесі сұрақ. Бұл Түркістан өлкесіне байланысты сұрақтардың барлығы контекст болып келді, неде 12 күн ма, 11 күн ма, точно білмеймін, но осы недер сұрақтар келіп жатыр, сол үшін мұқият тыңдаңыздар. Записьті сіздер де білмеймін, классрумға сала ма, өздері кураторларыңыз жібереді ғой. Дұрыс дәйекті белгілеңіз дейді. Қайсы дұрыс дәйек? Түркістан АКСР 1924 жылға дейін өмір сүрді ма? Өмір сүрді. 1918 бен 24 жылдар аралығында Түркістан АКСР өмір сүрді. Орынбордағы екінші бүкілдік қазақтық съезде Түркістан АКСР құрылды ма? Жоқ. Орынбордағы екінші бүкіл қазақтық съезде Алаш автономиясы құрылды. Автономиясы, партия емес, нақты мемлекет, үкіметі құрылды. Ташкентте Қоқанға жазалаушы отряд жіберілді ма дейді? Бұл дұрыс, иә. Ташкенттен жіберілді ғой жазалаушы отряд. Кеңестердің 5-ші Түркістан өлкелік съезі Қоқан қаласында өтілді дейді. Бұл дұрыс емес. Кеңестердің 5-ші Түркістан өлкелік съезі Ташкентте өтілді десе дұрыс болатын еді. Сонда дұрыс варианты бізде бірінші және үшінші дәйек ана дұрыс болып саналады екен. Келесі сұрақ. Тәуелсіздік алғаннан кейін жүргізілген экономикалық іс-шаралардың қайсысы дұрыс? Қай іс-шаралар жүргізілді? Шаруашылықта көп шығын жарату, жекешелендіру, тоталитаризм, милитарландыру. Дұрыс жауабы әрине жекешелендіру болады. То есть мемлекеттің қарамағындағы кәсіпорындарды жекелеген кәсіпкерлерге сата бастады. Жалпы жекешелендіру дейді 1991 мен 93 жылдары 4771 нысан жекешелендірілді. Одан кейін 93 жылдан бастап бізде жекешелендірілудің екінші кезең болады. Ол екінші кезеңінде 4 не бойынша кәсіпорындарды бөледі. Сектор бойынша шағын жекешелендіру, шағын дейміз, до 200 деп қоям, 200 адамға дейін жұмыс істей алатын кәсіпорындарды жаппай аукциондарда сату жекелеген кәсіпкерлерге. Потом жаппай жекешелендіру. Жаппай жекешелендіруде 200 бен 5000 адамға дейін жұмыс жасай алатын кәсіпорындарды тоже аукциондармен сату болса, үшіншісі жеке жобалар арқылы жекешелендіру, то есть 5000 плюс адам жұмыс істей алатын кәсіпорындарды кәдімгі жеке планмен именно, нақты бір жоспар арқылы любой адамға сата бермейді, нақты жоспар болса сол адамға ғана сатады. И агро өнеркәсіп бойынша, то есть ауыл шаруашылығы, жаңағы колхоздарды, совхоздарды тоже жекешелендіру болды. То есть бізде былай дейді, 472 кеңшар жекешелендірілген екен. Осындай 4 негізгі сектор бойынша бөліп жекешелендіру жүргізді. Шаруашылықта көп шығын жарату кезеңі бізде тоқырау кезеңімен сипатталынады. Бұл Брежневтің кезеңімен интенсивті дамудың орнына экономиканы экстенсивті дамыту жүзеге асырылды. Тоталитаризм бұл Сталиннің кезеңі. Милитарландыру деген тоже соғыстан кейінгі нені өнеркәсіпті именно әскерилендіру деген сөз, дұрыс айтасыңдар. Ноғай Орда мемлекетінің өңірі қамтыған. Ноғай Ордасының территориясы бұл Еділ мен Жайық. Осы екі өзеннің аралығы Ордасының территориясы болды. Бұл жерде халықты маңғыттар деп атаған. Маңғыт тайпасынан шыққан кімнің Едігенің ұрпақтары билік етті. Бас билеуші лауазым би болды. Биден бөлігіше жергілікті билеушілерді мырзалар деп атаған екен. Жетісу емес, Шығыс Дешті Қыпшақта тоже емес. С варианты, үшінші вариант дұрыс болады. Ксро кезеңінде жүргізілген саясаттарды оның белгілерімен, негізгі белгілерімен сәйкестендіру керек. Қираған шаруашылықты қалпына келтіру дейді. Бұл қай саясатпен байланысты? Қираған шаруашылықты қалпына келтіру бұл жест саясаты. Барлық күштерді, ресурстарды қорғанысқа жұмылдыру әскери коммунизм, Сразу жылдарын жазып тастайық. Әскери коммунизм 1918 бен
1921 жылдар аралығында жүргізілді. Азамат соғысы кезеңінде, что қызылдарға соғысу оңай болу үшін барлық халықтың заттарын бір жерге шоғырландырып, қызылдарға беріп, қызыл әскерлеріне беріп отырды. ЖЭС 1921 жылдан бастап енгізілді, 25 жылға дейін. ЖЭСке байланысты контекст келіп жатыр, тоже оны бүгін келді. Либо түсте, либо азанда білмеймін. ЖЭСті мұқият кім ертең кіреді, ары күн кіреді, жақсылап оқып алыңдар. ЖЭС саясаты ерекшелігі осы әскери коммунизм кезінде экономика құлдыраған кезде соны қалпына келтіру үшін жасалынған саясат екен. Табиғи ресурстарды зерттеу мен оларды белсене пайдалану бұл индустрияландыру. Потому что индустрияландыру деген 1925 жылдан бастап жүргізіле бастады. Бұл жаңадан завод фабрикаларды салу. Бұл завод фабрикаларды салу үшін жердің астындағы қазба байлықтарды зерттеу керек болды. И ұжымдастыру ең соңғысы 1927 жылдан бастап мал шаруашылығын күштеп отырықшыландыру и барлық шаруашылықтарды ұжымдастыру деген екі неден тұрады, кезеңнен тұрады. Бұл тоже ұжымдастыруға жатады. Бірінші, көшпелі шаруашылықтарды отырықшыландырды кеңес үкіметі, потом барып оларды бір неге ұжымшарларға біріктірген екен. Ақтөбе майданын қару-жарақ, оқ-дәрімен қамтамасыз еткен кім? 1918 жылы шілде айында Атаман Дутов деген кісі Орынбор, осы жалпы Ресейдің оңтүстік бөлігінде, Қазақстанның солтүстік батыс бөлігінде біраз қалаларды басып алады да, осы жерде еще Орынбордан Ташкентке созылатын бізде Орынбор-Ташкент темір жолы бар, соны үзіп тастайды. Осы темір жолды басып алады. Кейін қызылдардың Лениннің досы болған Әліби Жангелдин деген кісі, чтобы Ақтөбе майданына көмектесу үшін, қызылдарға көмектесу үшін Мәскеуден Астраханға жетіп, Каспий теңізін жүзіп өтіп кемемен, Маңғыстау арқылы 56 күн бойы осы неге Ақтөбе майданына қару-жарақ, оқ-дәріні әкеп берген екен. Бұл жерде дұрыс жауабы Әліби Жангелдин болды. Отыншы Әлжанов деген кісі Жетісу жерінде Алаш милициясын құрады. Алаштықтардың уақытша халықтық кеңес деген үкіметінің құрамында болды. И осы нені милицияны құрған екен. Амангелді Иванов, енді білесіңдер, ол көтеріліс басшысы, и бұлар болмайды. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда сақтар сирек пайдаланған нені? Сирек пайдаланды дейді. Біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырда сақтар нені сирек пайдаланды? Киіз үйлерді, дұлға мен сауытты, садақ пен жебені, пазырық кілемін дейді. Бұл жерде дұлға мен сауытты дейді. Бұл вообще новый сұрақ оқушылар. Бұрын мынандай сұрақ болмаған, жаңадан құрастырылған сұрақ. Дұрыс жауабы осындай болады екен. Сақтардың негізі материалдық мәдениетінің несіне келетін болсақ, бұлардың негізгі қару-жарағы негізі садақ пен жебе болған. Садақ пен жебе, и жебенің ұшы қоладан жасалынған екен. Ұшы, ал негізгі барлық қару-жарақтары барлығы темірден жасалынған. Енді кімдер сақ жауынгерлері былай көшпелі болғаннан кейін, басынан садақпен соғысқаннан кейін, олар особенно долға мен сауытты пайдаланбаған, сондықтан да осыны сирек пайдаланды деп тұр. Алыс қашықтағы нені соғысу әдісін қолданған екен. Келесі сұрақ. Қола дәуіріндегі далалық малшылар мәдениетін құрушылар. Бұл әрине андрондықтар. Біз иногда қола дәуірін андрондық кезең дейміз, либо андрондықтарды айтамыз, қола дәуірінің малшылар деп. Бұл жерде дұрыс жауап осы болады. Барлық андрондық мәдениеттер алтауыда, Сынтастан басталынып, Сынтасты, Петров, Алакөл, Федоров, Сарғаралық деген мәдениеттердің барлығы қола дәуірінің мәдениеттері. Еще кімде жатады? Беғазы Дәндібайда жатады, бірақ оны нақты андрондықтарға жатқызбаймыз, кішкене бөлік тұрады. Сақтар бізде ерте темір дәуіріндегі малшылар, ботайлықтар бұл вообще қай кезең? 3700 және 3100 бұл энеолит кезеңінің көшпелілері, малшылары. Ғұндар тоже кейінгі темір дәуір кезеңдегі көшпелілер. Қазақ хандығының құрылуы туралы деректер қалдырған өте оңай сұрақ Мұхаммед Хайдар Дулати. Өзінің тарихи
Рашиди деген еңбегінде. Бабыр бізде Бабырнама деген еңбек жазған 16 ғасырда. Бұл шығарма ерекшелігі мемуарлық еңбек болып келеді. То есть өзінің басынан кешкен оқиғаларға негізінде баяндалынған, жазылған. Қадырғали Жалайри жылнамалар жинағын жазады, ЖЖ дей салайын, 17 ғасырда. И бұл жерде тоже қазақ хандары туралы дерек бар, но именно қазақ хандығының құрылуы туралы бұл Мұхаммед Хайдар Дулатидің дерегі. Өтеміс қажы Шыңғыснаманы жазады. Шыңғыснама еңбегі 16 ғасырда жазылады. Негізгі мазмұны Жошы әулеті, Жошы ұрпағы, Алтын Орданың хандары. Келесі сұрақ. Жоңғарларға қарсы ірі әскери жасақтарды басқарған батырлар. Әбілмәмбет Сәмеке, Ақтанберді Үмбетей, Қарасай Тұрсын, Сұраншы Байсейіт. Әрі батыр, әрі хан болған, бұл Әбілмәмбет пен Сәмеке оқушылар ірі әскери жасақтарды бізде хандар мен сұлтандар басқарды. Дәстүрлі қазақ қоғамында. Қарасай деген бұл анау Жәңгір ханның тұсындағы батыр. Тұрсын деген Есім ханның тұсындағы сұлтан, әрі хан. Ақтанберді Үмбетей деген жоңғарлар кезеңінде енді Ақтанберді әрі батырда болған, бірақ бұлар ірі әскери құрамаларды басқарған жоқ. Бұл негізі бұлар жыраулар ғой. Сұраншы Байсейіт деген батырлар болғанымен, бұлар қазақ-жоңғар соғыстар кезеңінде болған емес. Бұлар Кенесары Қасымұлы көтерілісінде кезеңдегі біз БТС дейміз ғой, бұл Сұраншы Тайшыбек Байсейіт, Тайшыбек Сұраншы деген ұлы жүздің батырлары, Кенесары көмектескен. Ұлы жүзде. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда өнеркәсіптің дамый бастауы қандай оқиғалармен ерекшеленеді? 19 ғасырдың екінші жартысы деген 1880-нен ары қарай ғой. 80-90, почти 20 ғасырға дейін. Әрине, теміржол магистралінің салына басталуы. Мысалы, 1892 жылдан бастап бізде Транссібір магистралі құрыла бастады. Ресейдің анау солтүстік батыс бөлігінен шығыс бөлігіне дейін созылатын, Қазақстан солтүстігін басып өтті. Одан бөлек жекелеген мысалы 1891 мен 93 жылдары Покровская Слобода, Пасы дей салам, Орал деген теміржол желісі тартылады. Осының Транссібір магистралінің бір несі ретінде, теміржол желісі ретінде мына жерден бастап былай қарай. Одан кейін 1894 жылдан бастап Челябі, Омбы деген. То есть міне Челябі, Омбы деген теміржол желісі тоже салынған екен 74-те. Бұның барлығы ненің әсерінен именно өнеркәсіп саласының даму бастауынан болған жағдайлар екен. Қалған варианттар келмейді бізде. 10-13 ғасырларда Испиджаб және Тараз қалаларының көркеюінің себебі. Әрине бұл халықаралық сауда жолында орналасуы. Ұлы Жібек жолы 6 ғасырдан бастап Қуаңқы өзенінен былай Жетісу, одан кейін Сырдария, сөйтіп батысқа қарай былай кететін болған. Осы жерде мысалы Тараз қаласы, Испиджаб қаласы нақты Сырдария өзен бойында, Тараз енді соған жақын болғандықтан, екеуі де Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан бұл қалалар көркейді. Қала халқының саны өсті, қалалардың өзінің жалпы аумағы да өсті. Хан ордалары болған жоқ, ислам дінінің нығаюы енді Жетісу жерінде болғанымен, қаланың емес, бұл мәдениеттің көркеюіне ықпал етті деп айтсақ болады. Мысалы, ғылымның дамуына, ислам дінінің. Өнеркәсіп деген ол кезде болмаған. Бізде 18 ғасырдағы орыс-қазақ қарым-қатынастар деген контекст келді тоже. 12-сі күні. Ол жақта шекара шептерді жылдармен сәйкестендіру керек. Басынан бастайық. Жаңа Есіл шебі дейді. Жаңа Есіл шебі, өз айтып тұрғанда, енді солтүстікте бізде Есіл өзені болғандықтан, сол Есіл өзенінің бойында
салынған бекіністердің бірі примерно осы жерлерде. Оның салынған жылдары 1752-55 жылдар екен. Сонда анау дұрыс болады. Бұл шептің екінші атауы Горькая деп аталынады. Немесе бұны қасірет белдеуі деп атайды бұл шекара шепті. Өйткені бұл шеп ертіс шекара шеппен Қазақстанның батысындағы шекара шептерді бір-біріне қосатын шеп екен. Мысалы, сол батысындағы шекара шептердің бірі үй шекара шебі дейді. Үй шекара шебі өзі айтып тұрғандай үй өзенінің жанында болғандықтан, примерно осындай болғандықтан үй шекара шебі деп аталынды. Ол бізде 18 ғасырдың 30-40 жылдар салынады. Жалпы шақырымы 770 шақырымды құрайды. Жоғарғы жайық бекінісінен Зверяноголовская деген бекініске дейін созылады примерно. Келесі жаңа шеп. Жаңа шеп бізде бұл Қазақстанның ішкі бөлігінде, шамамен осы жерлерде салынған бекіністер шептерінің бірі. Ол ең соңғы салынған шептердің бірі. Самый соңғы болмаса да, ең соңғы салынғандардың бірі 1835-те уже келесі ғасыр болып отыр. Жаңа елек шебі тоже бізде енді ғасырдың бірінші жартысы дейді, примерно 1820 жылдары анау реформадан кейін 22-24-те бізде елек деген өзеннің бойында жаңа елек шекара шептер салынады екен. Елек. Мынау жаңа шеп. Сонда жаңа елек шекара шебі бізде мынау болады екен. Соңғы вариантта тұрған. Жаңа елек шекара шебіне қарсы бізде Жанқожа емес, Жоламан Тіленшіұлы көтеріліс ұйымдастырады. Жоламан Тіленшіұлы көтеріліс ұйымдастырады 1822-25-те. И бұл шекара шеп 600 мың десятина жер тартып алады. Келесі сұрақ. 1858-59 жылдары Шоханның жасаған сапарының мақсаты. Бұл нені түсіну үшін сұрақты. Просто 58 бен 59-да Шоқан қайыққа сапар жасағанын білу керек. Ол Қашқарияға сапар жасады, атақты. Шығыс Түркістандағы Қашқар шаһарына, осы жерге. И әрине мақсаты Қашқар өлкесінің тарихын, этнографиясын, мәдениетін зерттеу болды басты мақсат. Алатау қырғыздарына сапар жасап, қырғыздардың халықтық поэзиясын, Манасты зерттеп жазып шыққан жыл ол 1857 жыл. Нақты. Дәл сонымен қатар сол жылы ол Орыс географиялық қоғамына қосылады. Орыс география қоғамына толыққанды мүшелікке қабылданады. Қазақстан, Орта Азия және Шығыс Түркістанның карталарын жасаумен айналысқан кез бұл 1860 жылдан ары қарай Петербургта болған кезде, әскери шені өскен кезде, уже Қашқариядан келіп, орденмен марапатталып, оны Петербургқа повышениеға жіберді. Ұлы жүз қазақтарының өмірінің тарихи этнографиясының материалын жинақтады. Соңғы өмірінің соңғы кезеңде Тезек Сұлтанның ауылында сол 1865 жылы қайтыс болатын кезеңде. Тағы да сәйкестендіру, енді бұл КСР кезеңдегі лагерлер. Өзі Қазақстанда 3 лагерь бар, АБТ-да сұралатын: Карлак, Алжир, Сеплак. Карлак деген Қарағанды лагері. Ол Қарағандыдан 45 километр жердегі Далинка селосында орналасқан лагерь екен. Ең алғашқы лагерь 1930 жылы құрылатын, и сол лагерлердің ішінде ең соңғы болып жабылады 59 жылда. Бұл лагерде бір уақытта 73 мыңға дейін адам тұтқында отырған болатын. Атақты адамдардың бірі сол Гумилевті айтсақ болады отырған. Ең үлкен, ең алғашқы лагерь осы. Алжир деген бұл Ақмоладағы әйелін сатқан адамдардың лагері болды. Акмолинский лагерь Жон Изменников Родины. Төңкеріс елді мекенінде Астана қаласында қазірге орналасқан бұл осы Алжир лагері екен. Бұл жердің ерекшелігі басынан әйел адамдарға арналған, және де оның балаларына. Алжир лагері негізі 1937 жылы құрылады. Алғашқы легі бүкіл КСР-ның нелерінен, әртүрлі өңірлерінен 38 жылы алып келінеді. И 1953 жылға дейін жұмыс жасайды. Степлак деген степной лагерь, далалы лагерь, бұл Жезқазған қаласындағы
лагерь болды. Степлаг дейміз. Бұл лагерь 1940 жылдан бастап, Қарағандыға адамдар сыймай кеткендіктен жаңа лагерь болып құрылады, и 1956 жылға дейін жұмыс жасайды екен Степлаг. Степлаг Жезқазған, Карлаг Қарағанды, Алжир Ақмола. Келесі сұрақ. Кенесары көтерілісін қолдаған ол жүздің батырларын жаңа айттық. Бұл Сұраншы, Тайшыбек, Байсейіт, БТС деп жаттап аламыз бұларды. Мынау Ағыбай, Иманбай, Бұқарбай деген батырлар да бар. Кенесарының көтерілісі кезінде қатысқан бұлар Ақмоланы өрттеу кезеңінде қатысқан батырлар. Еще тағы бір батыр бар, қасына қосып қойға болады, Басы Қара дегенді. Ол кісі осы Ақмола бекінісін өртеп жатқан кезде 1838 жылы 7 тамызда болды ғой, қайтыс болады. 255 жауынгермен бірге, плюс 255 жауынгерді қоямыз. Мынау үшеуі қайтыс болмайды, и осы бекіністі басып алуға, өртеуге көмектеседі екен. 1844 жылы Кенесары Ахмет Жантөриннің әскерін талқандаған жер. Бұл Тобыл өзенінің жоғарғы ағысы болады. Мұны Тобыл өзені, оның бастау алатын жері мұна жер. Жоғарғы ағысы осы жерлерде болады. Керісінше, то есть бастау алатын жер осы жерде. И былай қарай құяды ол. И осы жерде 1844 жылы Кенесары Қасымұлы Ахмет Жантөринді талқандап, оның Ахмет Жантөриннің 44 адамы қаза табады екен, сұлтанның. Арықбалық шатқалында болған шайқас келмейді. Бұл жаңағы 1857 жылғы шайқас. Орал шекара шебінің төменгі бойында бізде 1785 жылы қай көтерілісте шайқас болады? Орал шекара шебінің төменгі бойында. Сырым Датұлын көтерілісі кезеңінде. Сырдарияның жоғары ағысында тоже болмайды. Дұрыс жауабы А варианты болады екен. Келесі сұрақ. Ұлттық тілді жаңғырту идеясын кімдер қолдады? Жадитшілдер, алаш қайраткерлері, большевиктер, зар заман ақындары. Енді жадитшілдер деген бұл жаңағы Исмаил Гаспринс негізін қалаған жаңа әдістемелік мектептер. Бұлардың басты мақсаты ұлттық тілді жаңғырту емес, бұл түркі халықтарының сана сезімін ояту. Бұл пантүркизм, панисламизм деген немен идеямен жүретін бағыт болды, бағыт ұстанған кісілер болды, пантүркизм деп қоямыз. Бұл жерде дұрыс жауап алаш қайраткерлері болады. Большевиктер емес, зар заман ақындары, енді бұл 19 ғасырдың 40-60 жылдардағы ақындар, бұл Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы деген Ресейдің отаршылдық саясатына қарсылық білдірген ақындар. Тасмола мәдениетінің ерекшелігі, біз алдында платный нұсқада бұл сұрақ талдағанбыз, и бұл неде де келіп жатыр екен. Бұл әрине мұртты обалар. Орталық Қазақстандағы тасмола мәдениетінің ерекшелігі шығысқа бағыттаған екі доғда тектес мұртты обалардың болуында, 20 мен 200 метрге дейін созылатын ұзындығы. И оның қасында еще кіші және үлкен қорған бар. Үлкен қорғанда адам жерленді, кіші қорғанда оның жылқысы жерленді. Ахмет Байтұрсынұлының қай шығарманың авторы дейді осы сияқтағы? Әрине бұл маса өлеңдер жинағы. Оның маса өлеңдер жинағынан бұрын еще 40 мысал деген еңбегі бар. Тіл құралы деген еңбегі бар. Оқу құралы. И әдебиет танытқыш, тіл жұмсар. Сондай тіл құралы, оқу құралы деген басынан бұл мектепке арналған кітаптар болса, 40 мысал деген мысалдар арқылы сол кезеңдегі қарама-қайшылықтар жеткізе білді. Маса өлеңдер жинағы тоже 1911-дегі өлеңдер жинағы. Оян қазақ деген 1909 жылғы Міржақып Дулатұлынікі. Терме өлеңдері 1915 жылғы тоже Міржақып Дулатұлынікі. Батыр баянның авторы Мағжан Жұмабаев болады. Әмір Темір неге әмір титулын иеленді? Енді
мен әмір темір тақырыбы өткен кезде всегда айтамын, не үшін ол әмір қаншама деген жерлер жаулап алады да, бірақ хан деген лауазымды өмір бойы ала алмай кетеді. Өйткені әрине ол Шыңғыс ханның ұрпағынан болмағандықтан ол әмір титулын иелене алмай қалған екен. Всегда ойбай, хан несін титулын иелене алмай, всегда осы әмір титулында қала берген екен. Маңғыт тайпасынан шыққан билеушілер бізде ол Ноғай ордасының басқарушылары, иә. Мауреннахр билеушісі болғандықтан әмір болған жоқ. Обязательно әмір болу үшін Мауреннахрдың билеушісі болу керек емес. Тайбұға әулетінің титул талап алды деген дұрыс емес тоже. Тайбұға әулеті бізде Сібір хандығында билік еткен әулеттердің бірі болды. 15 ғасырдың соңынан бастап, оларды Сібір мырзалары дейтін. Әмір Темір билікке келген уақыт ғасырмен ол 14 ғасыр. Өйткені 1370 жылдан бастап билікке келеді, 1405 жылы қайтыс болғанға дейін. Территориясы негізі Мауреннахр жері болды. Сырдария мен Амудердің аралық бастапқыда. Кейін енді территориясын ұлғайтады ғой, бәрібір. Сталиннің жеке басқа табынуын сынаған баяндаманың авторы. Ол әрине Сталиннен кейін 1953-те Сталин қайтыс болған кезде оның орнына билікке келген 54 жылы Хрущев болады. Никита Хрущев билікке келе салып Сталиннің жүргізген репрессиялық кезеңде тоталитарлық жүйені барлығын сынға салып баяндаманы оқып береді. Кеңес одағының Коммунистік партиясының 20-шы съезінде 1956 жылы болған. Сталиннің жеке басқа табынуын сынаған съезд, жаңағы айтып қойдым енді. Бұл бірінші вариант. Кеңес одағының Коммунистік партиясының 20-шы съезінде басында Хрущев өзі тек қана белгілі бір элитаға, мемлекетті басқаратын 10-15 адамнан тұратын адамдарға өзінің оригинальный баяндамасын оқып береді, ал халыққа кейін біраз айлар өткеннен кейін соның жеңілдетілген түрін көрсетеді потом. Кеңес одағының 21-ші съезі оқушылар 1959 жылы жүргізіледі, тоже Хрущевтік кезеңде. Бұл съездің де бір ерекшелігі бар. Бұл съезде қандай өзгеріс болады? Не жарияланады екіншілеріне? Тоже маңызды съездердің бірі. Бұл съезде социализм жеңдік дейді. Социализмді біз коммунистік қоғам құруға келе жатырмыз деп айтады. Социализмнен коммунизмге өтетін кезең деп өздерін Хрущев айтып, еще 7 жылдық жоспар алғаш рет КСРО-дағы жасайды. 1959 бен 65 жылдар аралығын қамтитын. Алғашқы 7 жылдық КСРО-да, бұрын бәрі 5 жылдық болатын. Мына съездер енді бұрындар болған съездер ғой. 10 съезде ЖЭС, 15 съезде индустрияландыру. Кенесары көтерілісі мен 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің ұқсастығы неде? Енді бұл сұрақты мен прям варианттар қандай екенін білмеймін, бірақ бұл көтерілістің негізі ұқсастықтары көп. Бір жағынан отаршылдыққа қарсы бағытталды, бұл дұрыс қой енді, дұрыс. Одан бөлек тағы бір ұқсастығы, екі көтерілісте де мысалға бізде хан сайланады. Кенесары көтерілісінде 1841 жылы Кенесары өзін хан етіп жариялайды. 1916 жылы көтерілісте Торғайда да, Жетісуда да өзінің хандар сайланған болатын. Мысалы, Торғайда Әбдіғаппар Жанбосынұлы, Жетісудағы Верный өзіндегі бір болыстың ханы болып, Жайымтал болысының ханы болып, Бекболат Ашекеев сайланған болатын. Бұл да ұқсастықтардың бірі, Кенесары көтерілісімен хан сайланғанда. И вариантта болғанына қарай ғой. И осы, если вариантта просто отаршылдыққа қарсы бағытталды десе, осы болады. Ханға қарсы Кенесарың мен ұлт-азаттық көтерілісі ханға қарсы болған жоқ. Жетісу жерінде, енді нақты тек қана Жетісу жерінде болды деген сөз жоқ. И 20-шы ғасырда болды деген тозы жоқ. 1956 жылы 20-шы съезден кейін дейді, Хрущевтің кімді Сталинді сынайтын, қандай іс-шаралар қабылданды? Енді ол Сталиннің несін сынайды? Ол Сталиннің қатыгездігін сынайды. Жаппай 37-38-ге репрессиялар,
адамдарды қуғындау, лагерлерді жауып қинады деп, ол гулагтардың барлығын жойып тастайды. Бұл жерде дұрыс жауап осы болады. Қалған варианттар келмейді, жыл бойынша келмейді, просто так. Алашықтарға кешірім жарияланды деген ол 1988 жылдар, 80 жылдар. Коммунистік қоғам құруды ұсынды, енді ол съезден келмейді, 59 жылы болады. Неміс автономиясын құру деген ол 79 жылы, иә. 18 ғасырдағы орыс-қазақ қарым-қатынасының негізгі сипаты қандай болды дейді. Қазақтар Ресей империясына тәуелді бола бастады деген дұрыс бола ма? Дұрыс болады. Өйткені 18 ғасыр, бұл 1731-де айтсақ болады. Кіші жүз қосылды. Еще 1740-та орта жүз мойындады Ресейдің билігін. Строгановтар әулетімен байланыс орнаған кезең 16 ғасырмен деп аталынады. Екі ел арасында Қытайға қарсы одақ ешқашан болмаған. Ұлы жүзді басып алатын кезең бұл 60-шы жылдар, 19 ғасырдың. Осын келмейді, 19 ғасыр болғандықтан, иә. Сонда дұрыс жауабы бірінші вариант болады. Қимақтардың 16 қаласы болған және олар Ертіс бойында орналасқан туралы дерек қалдырды. Әл-Идриси. Қимақтардың территориясы Қазақстанның солтүстік, орталық шығыс бөлігін қамтыды. Енді Ертіс бойында Имахия деген қаласы болды, астанасы, иә. Әл-Идриси осы қимақтарда сонымен қатар басқа да Ертіс бойымен осы Алакөл көлінің маңында, осы көлдің маңында 16 қала болғандығы туралы дерек қалдырады екен. Тәуке ханнан кейінгі оның мұрагері. Мынау енді спорный сұрақта. Енді дұрыс жауабы әрине қайып қой бұл жерде. Бірақ бір оқушы жазып қойғанда, Тәуке ханнан кейін болған аға хан, мен қайыпты белгіледім, ол қате болып шықты деп жазып қойған екен да. Либо өзі шатасып тұр, көзімен шатасып кетті. Либо сұрақ бұлай жазылған жоқ, басқаша сұралды да, там именно Тәуке ханнан кейін оның мұрагері емес, Тәуке ханнан кейін орта жүзде кімнің билігі нығайды деп сұрау керек еді. Сөйтіп сұраса, кітапта қайып деп беріледі. Тәуке ханнан кейін аға хан қайып болады. Аға хан ретінде. Болат қайыптан кейін келеді. 1718-1729-да билейді бұл. Қайып 16, 19, либо 15, 18 деп келеді ғой. И, в общем, сендерде мысалы, келді ма, примерно осындай сұрақ. Если сендер қайып деп белгілеп, қате шықса, дәл осы сұрақ қайып деп белгілесіңдер, смело апелляцияға бересіңдер. Кітаппен дәлелдеуге болады, то что дәл осындай сөйлемге қайып деп жауап берілетіні. Болат айтады, просто ол қайыптан кейін, Болат қайттан не болады да, орта жүздің ханы, аға хан болады да, и ол орта жүзде оның билігін нығайтады, короче. Келесі сұрақ. Бухгольц 1716 жылы негізін қалаған бекініс, ол әрине Омбы бекінісі, Омск дейтін. Еще Жәмішев деген бекініс бар. Екеуін де 1716 жылға негізін қалайды. Семей 1718-де, Железинск 1717-де, Верный 1854 жылы қаланған бекіністер. Мынау үшеуі Ертіс бойындағы бекіністер. Ертіс бойындағы бекіністер Ертіс шебін құрайды. Мынау Семей мен Железинск бекіністерін Гагарин деген кісі салады. Оны сұрақ қалуы мүмкін. Ал осы қандар Сібір, мынау Ертіс шебі, ары қарай еще Калван деген шеп бар. Үшеуін Лихарев деген бекініс деппін ғой, тұлға құрайды екен. Атлақ шайқасы өтілген жер. 751 жылғы атақты Атлақ шайқасы Тараз қаласы маңында Атлақ деген қаланың жанында өтілді. Бұл жерде екі негізгі соғысушы мемлекет, бұл араб мемлекеті, араб халифаты мен Қытай болды негізге. И түргештер территориясында болғандықтан арабтардың жағында болды. Қалған варианттар келмейді. 300 партиясының негізін қалаған тұлға. Бұл Мұқан Айтбенов. 300 партиясы 1917 жылдың қараша айында құрылады. Бұл басқа партияларға қарағанда ең соңғы құрылған партия. То есть Қазан революциясынан кейін. Ерекшелігі бұл социалистік партия болды. То есть в основном кедейлерден құрылған, кедейлердің мүддесін қорғайтын
кеңес үкіметін қолдаған партия болды. Сосын бізде Көлбай Тоғысов деген тоже 300 партиясына қатысты тұлға. Мұқан Айпеновтен кейін осы кісі айналысады 300-дің басқаруымен. Осы кісі пока қайтыс болғанға дейін 300 партиясы жұмыс жасайды. Көлбай Тоғысов қайтыс болғанға дейін. Но негізін қалаған Мұқан Айпенов болады. Мұхамеджан Сирайын бұл вообще Айқап деген журналдың редакторы. 1510 жылы Мұхаммед Шайбани сығанақ түбінде кімнен жеңілді? Ол 1510 жылы Қасым Сұлтаннан жеңілді. Ал егер сендерден 15 ғасырдың 70 жылдары сығанақ түбінде кімнен жеңілді десе, кім деп белгілейсіңдер? Если 15 ғасырдың 70 жылдары деп берсе, то есть 1470 жылдар. Бұрындық сұлтанмен бірінші соғысады Сырдария бойында, потом одан жеңіліп қашады да Мауреннахрда билікті басып алады. Әмір Темірде ұрпақтарынан. Потом қайтадан күш жинап Қасыммен күреседі, Исмаилдан түбі өледі 10-шы жылы, Мерв түбінде. Иран шахымен соғысқан кезде. 1943 жылы жарық көрген Қазақ кср тарихи еңбегінің авторы. Авторларының бірі әрине бұл Ермұхан Бекмаханов. Санжар Асфендияров тоже енді Қазақстан тарихы деген кітабы бар оның. Қазақстан тарихы өткендер деректер, мәліметтер деген. Ол 1935 жылы жазылады. Именно Қазақ кср тарихының авторларының бірі ол Бекмаханов. Деректер мен құжаттар, иә. Орта жүздің ханы, мен примерно ойлап отырмын, примерно осылай келді ма деп ше. Енді бұны сол келген адам білмесе, біз біле алмаймыз оны, қандай, қалай берілген сұрақты. Иногда мысалы, сендер телеграмнан да қарайсыңдар ғой, біреулер жазады ғой сұрақтың жауабын тексеріп алыңдар. Олар сұрақты да, жауапты да қатемен бере береді, өздері белгілегенінше. Бұл жерде дұрыс жауап болады. Болады, именно орта жүзде билігі нығайды, Жолбарыс ұлы жүзде, Әбілқайыр кіші жүзде. Нұралы енді Әбілқайырдан кейін тоже кіші жүздің ханы болған. 1920 жылы 26 тамызда қабылданған құжат. Алаш автономиясын құру туралы декрет емес, Қырғыз АКСР құру туралы декрет, 20 жылы тамызда құрылады. Орталық Азия мемлекеттерін республиканың межелеу туралы қаулы бізде 1924 жылы болады. То есть жылмен келмейді. Қырғыз АКСР еңбекшілерінің құқықтарының декларациясы тоже 1920-да, бірақ аймен келмей тұр, тамызда емес, қазанда жарияланады. Алғашқы Қырғыз АКСР конституциясы. Сол үшін дұрыс варианты екінші вариант болады. 12 қазан деп айтпаймын тура. Қазан 4 мен 12 қазан аралығының бір күнінде. Қазақ халқының тарихи дұрыс атауы қалпына келтіру туралы қаулы қабылданған жыл. 1925 жыл Қырғыз АКСР-ның кеңестерінің 5-ші съезі өтіледі. Бұл съезде 3 негізгі несі бар, нәтижесі бар. Біріншіден, Ақмешіт деген қаланы атауын Қызылорда деп ауыстырылады. Екіншіден, Қазақ деген атау қалпына келтіріледі. Енді Қырғыз дегеннің орнына бізде Қазақ деп алмастырылады атымыз, өзіміздің тарихи атауымыз. Бесіншісі, астанамыз Орынбордан Қызылордаға көшіріледі. Осы негізі 3 важный нәрсе. 5-ші съез болады. 5-ші съезде қабылданған екен. Мейіржан, сен 30-дан 30 алған жігітсің ғой, сен болады деп белгіледің бе? Онда оқушылар, сендер дәл осылай келсе болады деп белгілейсіңдер ғой.
Сен бірақ оны қалай білдің болады екенін, мысалы, либо сен просто болады деп ойлап қалдың ба, просто кітапта негізі нақ қақ жазылған ғой, қайып деп. Қайыптың абыройы аз болды деген есіңе түсті дейсің ба? Ну, не болса да дұрыс тапқан екенсің. Мен болсам, мысалы, мен шынымды айтайын, мен қайыпты смело белгілейтін едім. Мен апелляцияға беріп до конца немен қырылатын едім ұтылумен ше. Мынандай сұрақ құрастырған үшін. Аршакиттер империясын құрған тайпа дейді. Қай тайпа бізде Ирандағы Аршакиттер несін құрады? Империясын, бұл дақтардың парын тайпасы. Негізі дақ деген тайпа, дақ массагеттер кітап бойынша жазылған Сырдария өзенінің бойымен Арал маңында өмір сүрген тайпа деп, немесе Маңғыстауда өмір сүрген тайпалардың бірі болды, сақтардың. Олардың парын тайпасы, немесе Парфян деген тайпасы Иран жерінде осындай империя құрады екен. 1920 жылдардың соңына қарай, енді бұл нақты 1929 жыл деген сөз, қазақ жазуындағы өзгеріс, негізгі өзгеріс, қазақтың жазуы латын әліпбиіне көшіріледі. Сонда басында араб тілі болған жазуы, то есть потом латынға көшіріледі 29 жылы. И 40 жылы қайтадан емес, жаңадан енді кириллицаға ауысады. Қазірдің өзінде біз мысалы жазып жатқан нелеріміз, жазуларымыз кириллица. Кириллицаға 40 жылы көшірілген екен. Так, типа аға хан Болат өлгесін билікке Сәмеке мен Әбілқайыр таласты деген сөйлем бар еді ғой кітапта. Соны учет туралы дейді. Иә, бірақ бір жағынан мысалы бізде мынандай сөйлем бар ғой, Ақтабан шұбыр, анау соғыстардан кейін, Бұланты Аңарқайдан кейін тақ таласы басталады. Болат өлген кезде 29 жыл жаңа аға хан сайлау керек деген кезде. И кіммен екеуі таласады, Болаттың өлгеннен кейін соның орнына. Бірақ по-любому ана сұрақ вообще дұрыс емес құрастырылған ғой негізі. Оны любой білетін адам қайып деп смело белгілетін еді да, и просто так бір балдан айырылып қалатын еді. Келесі сұрақ. Бақытжан Қаратаев дейді, 1905-1904 жылдары, ну хотя бы қайып болмаса, еще куда ни шло, да, если қайып болмаса вариантта, Болат қана тұрса, это еще пойдет да. Қайып болған жоқ, сол үшін Болат белгілейсің. Бақытжан Қаратаев 1905-1914 жылдары кадет партиясының құрамында болған екен. Жалпы көп алаштың зиялылары, Әлихан бар, Қаратаев бар, Бақытжан, бәрі басында кадет партиясының құрамында болып, потом барып өздерінің алаш партиясын құрған екен. Итифак Муслиме 1905 жылғы алаш құрылған исламдық партия, Шура Ислами партиясы 17 жылы Наурызда құрылады. Ақпан революциясынан кейін сразу алаш партиясы 17 жылы неде, желтоқсанда құрылады. Ой, партия шілдеде құрылады. Желтоқсанда автономия құрылады. Енді ұлы хан, аға хан деген жалпы синоним сөздер ғой, оны прям нақты моңғолдарда мынандай болды деп айта алмаймыз. Но 10 класста бізде жалпы аға хан деген ұғым, сол 10 класста айтылады да, бізде аға хандар деген болған, еще просто аймақтық сұлтандар деген болған деп ше, бөлген сол жерде. Возможно, сол 10 класстың кітабында сөйтіп бөліп қойғанда, типа, мынау кім аға хан болады, ал ұлы хан қайып деп, сол сөзбен ұстап алмақшы болды да бізді. И сондай бір қисынсыз дұрыс емес сұрақ құрастырылған. Ондай сұрақ сразу байқайсыңдар ма, сразу апелляцияға беріңдер, өздерің уверен болсаңдар. Негізі ше, сен Мейіржан, даже қайып деп белгілеп, ананы апелляцияға бергенде қайттан сол нені қайтарып алуға болатын сияқты, балды. Даже сондай болған өзінде де. Бақытжан Қаратаев екінші мемлекеттік думада сайланған облыс, ол Орал облысы. Орал облысына екінші мемлекеттік думада сайланады Бақытжан Қаратаев. Бізде сосын батыс түрік қағанатына байланысты не келді? Контекст келді. Өте оңай контекст. И сояқтағы бір сәйкестендіру бұл батыс түрік қағанаты құлаған кезде оның орнына құрылған мемлекеттер. Батыс Қазақстанда Оғыз мемлекеті. Жетісуда
Түргеш мемлекеті. Солтүстік шығыс Қазақстанда қимақ мемлекет құрылды. Осындай, одан бөлек мына жерде Еділ бұлғарлары, Еділ бойында, Хазар мемлекеті, бесеуі де батыс түрік қағанатының орнына құрылған мемлекеттер. Бақытжан Қаратаевтың мемлекеттік думада көтерген мәселесі дейді. 1907 жылы 16 мамырда ол арнайы баяндама жасайды. Сендерден баяндама деп те сұрауы мүмкін. Саған БТХ контексті келді ма? Повезло десе, короче. Екінші контекст не келді саған, Мержан? Екінші контекст. Бұл жерде дұрыс жауабы, дұрыс айтасыңдар, үшінші вариант. Аграрлық реформаны сынаған екен. Жер мәселесі бойынша ол өзінің еще цитатасы бар нақты. Сіздер мына нәрсені білу керексіздер. Қазір жүргізіліп жатқан қоныс аударту саясат тек қана қазақтардың мал жаятын жерлерінен ғана емес, үйлерінен де айырып жатыр деп. Батыс түрік қағанатының үстем тайпалары ол Долу, Ношеби деген екі тайпа болды. Батыс түрік қағанатын өркендеткен қағандар Шегу, Тон қағандар 6 ғасырдың бірінші жартысында 30 жылға дейін өмір сүрген билеушілер. Білген мен Күлтеген тура сол сияқты шығыс түрік қағанатының басшылары болды. Осы контекст келсін сендерге. Мұқамен ештеме келмейді. Дұрыс дәйекті белгілеу керек. Тартуш қағанның тұсында батыс түрік қағанаты түпкілікті түрде жеке мемлекетке айналды ма? Айналды. Қытай дипломатиялық жолмен батыс түрік қағанатын құлауына қол жеткізді ма? Жоқ. Өйткені Қытай дипломатиялық жолмен түрік қағанатының құлауына қол жеткізді. Үшлік батыс түрік қағанатының 20 әкімшілік аймаққа бөлді ма? Жоқ. Ол өзінің мемлекетін Түргеш қағанатын 20 әкімшілік аймаққа бөлді. Ешбар елтеріс 10 тайпа 10 ақбудың жүйесін енгізді ма? Дұрыс. Ол енгізді. Содан кейін еще Дулу, Ношеби тайпасының арасында кикілжің, конфликт туады, мемлекет әлсіз ететін. Батыс түрік қағанатындағы жоғары лауазымдар Ябғу, Шат, Елтебер деген қаған әулетіне жататын, енді соның туысқандарына сәлінатын жоғары лауазымдар болды. Бұйрықтарымен тартқандар бізде сот істерімен айналысты. Әмір Мырза, Хан Гурхан деген бұларда болған емес. Бесеудің хаты кімге жолданды? Бесеудің хаты бізде Галаша кімге жолданды? 1932 жылы. Авторлары сұрап қалу мүмкін, тоже. Мүсірепов, Ғатаулин, Алтынбеков, Қуанышев и Дәулетқалиев. Осы бесеудің хатын жазады. 1955 жылы әскери сала бойынша Қазақстанда салынған объект, нысан. Байқоңыр ғарыш айлағы, 1961-де Юрий Гагарин еще ғарышқа ұшады, космосқа ұшып кетеді. Семей полигоны 47 жылы ашылады. Алматы ауыр машина жасау зауыты 41-де, бұл жақта торпеда шығарылды. Қазақстанда торпеда шығарылған зауыт осы. Енді барса келмес арылған бізде жылмен сұрамайды. Но осы как раз Хрущевтік кезеңінде Арал теңізінің бір аралдарында бактериялық қару шығарылған, сыналған не екен, полигон екен, бактериялық қару дейміз. Неміс автономиясына қарсы халық ереуілі болған жыл 1979 жыл. Бұл еще жүз датада бар, оңай сұрақ. Жаңа экономикалық саясатқа көшу жарияланған жыл, қазір осы бүгін түсте ғой деймін, түсте жесттің несі келіп отыр. Контексті міндетті түрде қайталаныңдар. Ертең ары күні кіретіндер. 10-шы съезде Ресей коммунистік большевиктер партиясының қабылданады 1921 жылы. Негізгі мақсаты енді, если
тез айтатын болсақ, бұл қираған шаруашылықты қалпына келтіру. И еще бірнеше оның еще белгілері де бар. Сәл экономиканы нарықтық еркін экономика жасаған бір уақытша кезең ғой, КСРО-ның несіндегі, билік еткен кезеңдегі, өздерінің идеологиясына сәйкес келмейтін. Соңғы сұрағымыз 22-24-ке реформа, по-моему, тоже контекстке батыр. Енді бұл нағыз ұбыты болғаннан кейін контексттер көп, то есть нұсқаларда көп та, бір күнге кіргенде там 4-5-6 нұсқа болады да, контексттер көп. 22-24 реформа тоже қайталап алыңдар, өте оңай. Орта жүз бен кіші жүзде хандық билік жойылады, нақты 82 жылы. Бұл орта жүзде хандық биліктің жойылуы. Осымен бітті. Негізі тағы да сұрақтар болған, но олар шыли оңай сұрақтар болды, оны барлығы білетін. Сіздерге сәттілік, алдағы кіретіндерге. И следующий нұсқатаулардың барлығын осындай сұрақтар талдайтын боламыз, келіп жатқан. Бірақ бұны ешкім білмеу керек. Өйткені бұл ол жасауға болмайды негізі. Бірақ бәрі жасайды да сөйтіп. Орталықтардың бәрі солай жасайды. Сау болыңдар оқушылар, келесі кездескенше Мейіржанның балы жұғысты болсын.